қатысқанымыз жақсы. Ал енді адалдық бағдарламасы бойынша ай сайын бонус жүргізіледі. Ол қандай да бір пакет алсаңыз, әрине үлкен пакетке үлкен табыс түседі, аз пакетке аз табыс түседі. Ол қандай да бір пакет алсаңыз, сол пакеттің сіз ай сайын адалдық лояльный дейді бонусын алып отыратын боласыз. Профи бонус және де бұл шартсыз базалық бонус деп аталынады. Ол да барлық партнерға мүмкіндік. Және де реттелген және ашық қаржыландыру бар. Бұл жерде сіздер көріп отырғандай, кез келген бизнеске келгенде көп адамдар жаңағы бизнестің белсенді қызметіне кірісетін болса, олар көп табыс көреді. Егер жай ғана партнер болып жаңағы товарын алып отыратын болса, олар аз табыс көретін болады. Сол сияқты бізде де активный жұмыс істегендерге жаңағы өзінің үлкен мүмкіндіктері бар. Және Крудың әлемдік мерчендайзинг жаңағы айналымға түсу мүмкіндік бар. Ол деген не? Мерчендайзинг деген біздің жаңа крипто юнитіміз, мына біздің фиатный ақшаларменен еркін айналымға түседі. Еркін айналымға түседі. Яғни біз кез келген Круды долларға немесе жаңағы өзіміздің теңгеге алмастырып ала алатындай мүмкіндігіміз болады. Және біздің программамыз негізінде 3 фазадан тұрады. Крипто юнит бағдарламасы 3 фазадан тұрады. Яғни бірінші фаза ол өтіп кетті. Былтыр ғана жылдың аяғына дейін өтті. Ол фазада әрине өте тиімді болды. Көптеген біздің партнерлар сол фазадан крипто юнит алды. Ал енді қазір екінші фаза. Бұл екінші фазада міндетті түрде үлгеру керек. Ұзақтығы 17 айға дейін айналымда 20 миллиард қана крипто юнит сатылады. Егер бұл фазадан қазір сіздер алатын болсаңыздар, крипто юнит акциялар сатып алатын болсаңыздар, онда сіздер бір жылда жаңағы 360 күнде сіздердің акцияларыңыз емін-еркін жаңағы айналымға қоятын мүмкіндіктеріңіз болады. Және де үшінші фаза бұл жаңа мен айттым, жаңағы глобальный мерчендайзинг дейді, әлемде үлкен жаһандық айналымға енетін кез. Бұл кезде әрине 100 триллионнан астам долларға сатылатын болады. Ұзақтығы 4-8 жыл, 24-28 жылға дейін. Сіздердің алған әрбір крипто юниттеріңіз $1250 дейін құны көтеріледі. Мінекей, осындай керемет мүмкіндік. Бұл жерде үшінші фазада 20 миллиард крипто юнит сатылады. Ол кезде әрине қарапайым қазіргі $200, $300, $1000 сатып ала алмай жүрген біздің қарапайым халық үшінші фазадан біз шашымыз жетпейтіндей болады. Ол кезде біз әрине сатып ала алмаймыз. Сондықтан қазірге үлгеруге тырысу керек. Қазір нағыз жаңағы бизнес бастаймын, мен үлкен табысқа ие боламын деген адамдарға керемет мүмкіндік қазіргі кез. Әрине, біздің крипто юниттеріміз қандай секторларда жұмыс істейді? Ол, мінекей, алдарыңызда көріп отырғандай, 20 реальный секторларда жұмыс істейді. Реальный деген кәдімгі бизнеске қосылып жұмыс істеп жатқан, иә? Білім беру, жаңағы көптеңгейлі краудинвестинг, иә? Краудинвестинг деген сөздің өзіне жаңадан келіп жатқан кісілерге айтайын. Бүгін жалпы жаңадан келген кісілер бар ма екен? Бар болса, бірінші тыңдап отырған кісілер болса, мына чатқа 1 деген санын қойыңыздаршы, өтініш. Көріп отырайық, қанша кісі бүгін жаңадан естіп отыр екен. Ал өзіміздің партнерлар болсаңыздар, бірақ мынандай тіркеліп ақпараттар толық естімегендеріңіз болса, онда 2 санын қойыңыз.
Енді қараңыздар, краудинвестинг деген сөз, жаңа крауд деген сөз толпа, множество, яғни көпшілік, иә. А инвестинг ол деген қаржыландыру. Біздер салымшылар боламыз, біздің ақшаларымызға жаңағы көптеген бизнестерді біз қаржыландырамыз. Және денсаулық және ұзақ өмір сүру секторы, сол сияқты инновациялық банк секторы, қор нарқы, валюта нарқы, криптовалюта нарқында сақтандыру секторлары, жылжымайтын мүліктер. Енді бұлардың бәріне мен қазір жеке-жеке негізгілеріне тоқталып өтемін. Жарайды? Ғылым секторы бар, мәдениет секторы бар. Соның ішінде мына алдарыңызда көріп отырсыздар, біздің бәріміздің сүйікті 14 жылдан бері біздің нарықта жұмыс жасап келген бүкіл инвесторлар осыған халық болып қолдау көрсеткен бұл инновациялық көлік технологиясы, Skyway деп аталынады. Конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий деген кісінің жобасын біз спонсировать еттік, яғни біз қаржыландырдық. Біздің ақшамызға Белоруссияда, Минскінің қасында, Марина Горько деген кішігірім қалада 35 гектар жерде өзінің технологиясын, экотехнопаркін соқты. Бұл транспортқа біз бәріміз қаржыландырдық. Яғни городской, жаңа қала жүретін, және жаңағы прогулочный дейді, юнибайк, юнибус, юнилет дейді, жаңа қалааралық высокоскоростной жылдам жүретін, сағатына 500 километр жүретін. Және де грузовой транспорттар, бірнеше транспорттардың осы аспанмен жүретін, өзі сондай жаңағы қауіпсіз, жылдам жүретін және комфортный, және де транспорт өте басқа транспорттарға қарағанда өте тиімді, экологияға өте зияны жоқ, жаңағы табиғатты сақтайтын жақсы бір қазіргі біздің заманға лайық транспорттың түрін біз спонсировать еттік, яғни қаржыландырдық. 17 жылға дейін қаржыландырған біз сияқты инвесторлардың аттары сол Марина Горько қаласында экотехнопаркте үлкен музей соғып, сол жерде біздің аты-жөндеріміз жазылып тұр. Яғни бұл транспорттың барлығын біз қазір бүкіл әлемдік нарыққа шығаруға сертификаттан өткізіліп қойды. Дәл қазір Шаржа қаласында мына біздің араб мемлекеттерінде, Шаржа қаласында, Дубайдың қасында үлкен тағы да сондай показательный парк, ары қарай қалаға ұласып кететін жолды қазір соғылып жатыр. Тағы да бір келесі біздің компаниямыздың түрі бұл драгоценный металлы, яғни құнды металдар. Оның ішінде біз көріп отырсыздар, мына жерде золото Ганны дейді, Танзань алтын қоры, және мынау біздің өзіміздің Ресейдегі Урал алтын қоры. Бұл қорларда біздің ақшамыз 74%-дан 85%-дан біздің қорларымыз, біздің ақшаларымыз инвестиция жасалынып жатыр. Әрине, бұл жерде біздің жасаған инвестициямыз 11 миллион 480 мыңнан астам ақшаны біз инвестиция жасадық. Яғни, ол алтындар бізге 50-50% біздің компаниямен бөлісетін болады. Яғни, біздің табысымыз бұл ең бір жаңағы транспорт технологиясынан кейінгі үміт күттіріп отырған үлкен бір іс, үлкен бір кен орындары, үлкен бір табыс әкелетін көз болып табылады. Келесі слайдта айтатын болсақ, бұл инновациялық базальт технологиясы. Енді бұл базальт деген сөзді естігендеріңіз де бар шығар, естімеген. Мен осы компанияға келгенде бірінші рет естідім. Бұл технология негізінде сондай бір керемет технология екен. 21 ғасырдың біздің металлымыз бар ма, ағашымыз бар ма, пластик бар ма, көп жаңағы строй материалдарды, құрылыс материалдарын алмастыратын бір керемет технология екен, материал екен. Бұл материалда Дмитрий Воронов деген негізін салған азамат. Қазір Югославияда өзінің үлкен цехтары бар. Қазірдің өзінде завод соғылмай тұрып, қазірдің өзінде көптеген мемлекеттер сұраныс жасап жатыр. Ал негізінде біздің компания бұл базальт заводын Индиядан соғуға жоспарлап қазір
жоспарын іске асырып бастады. Яғни бұл не істейді? Базальт деген бұл вулканның жаңағы күлінен шығатын жаңағы бір материал. Яғни күлінен шығады, оны өңдеу арқылы жіптер түзеді екен. Ол жіптен керекті нәрсенің барлығы, мынау үйдегі ыдыс-аяқ бар ма, строй материалдар, құбырлар, жаңағы сетка, болмаса жаңағы не бір кірпіштер десек болады, еденге төсеуге, қабырғаға қалауға, жаңағы үйдің төбесін жабуға, болмаса машиностроение, жаңағы космостроение, барлық жаққа пайдалана беретін сондай табиғатқа залалы жоқ, өзі сондай кері жаңағы өңдеуге өте ыңғайлы, ешқандай химиялық реакцияға түспейтін осындай бір керемет материал біздің дүниеге келіп жатыр. Яғни біздің компания бұл заводпенде, бұл компанияменде 50-50% жұмыс істеп, яғни жаңағы қаржыландырып жатыр. Бұл базальт технологиясы бізге үлкен үміт күттіреді, яғни біз үлкен табысты осы базальт технологиясынан көретін боламыз. Және тағы да бір үлкен өзіміз қуанышпен айтатын бір керемет, енді тамақ жеген бәріміз жақсы көреміз ғой, суши мастер, бұл өзі жапон кухнясы, өзі бір дәмді адамның ағзасына сондай бір керемет жаңағы пайдалы сондай тағамның түрі. Бұл тағамда біздің алдарыңызда көріп отырсыздар, Андрей Хавратовпен бірге тұрған Алекс Янковский деген азаматтар. Бұл кісі дүние жүзінде 50,000 осы жапон кухнясын ашамын деп жоспарлап отыр. Яғни 10 жылдың ішінде. Ол әрине біздің көмегімізбенен. Біздің партнерлар, біздің серіктестердің саны қазір 1,400,000 болса, ал енді алдағы 10 жыл емес, осы жылдың ішінде 10 миллионға жететін деген бізде жоспар бар. Сол үшін біз бәріміз күнде презентация өткізіп, күніге таныстарымызбенен, таныс емес кісілермен де бәріне айтып, осындай керемет жақсы жаңалықты жеткізуге бәріміз атсалысып жатырмыз. Ал бұл суши мастер негізінде өзі бір керемет методпенен, франчайзимен жұмыс жасап жатыр. Яғни 50%-ын бізге беретін болса, 50%-ның 25%-ын сол суши мастер кухнясын ашқан жаңағы управляющий дейді ғой, жаңағы іскер азаматтар, солар 25%-ын өздеріне алады екен. Сөйтіп ол өзі жаңағы адам жалдайды ма, жаңағы өздері істейді ма, жаңағы барлық кухнясына өздері жауап береді. А 25% әрине Янковскийдің өзінің компаниясына кетеді. Осындай керемет мастер суши. Бұл проект бізде Алматыда 7-8 жерден ашылды. Яғни 7-8 жерден біздің партнерларымыз барып, суши жеп, жаңағы керемет әсерлерін алып жүр. Мен өзім де бардым былтыр, осы қыста ғана бардық. Тараздан Ботагөз әпке бар, екеуміз қазір бізден кейін сөйлейтін Айжан деген қыз бар, сол қыз ертіп барды, біз суши мастер кірдік, ол жерде әбден суретке түстік, әрине керемет тағамын алып жедік, сушиді, сондай дәмді болғанда сондай үйге алып кеткіміз келді, біразын салып алдық әрине. Алматылықтар, Алматыға барсаңыздар, міндетті түрде суши мастерге кіріңіздер, жеңіздер, көріңіздер. Яғни сіздер көбірек жесеңіздер, біздің ақшамыз көбейеді деген сөз. Рахмет. Келесі мына біздің табысымыздың түрі, яғни біздің компанияның жұмыс серіктесі, бұл Китмарт фильм өндірісі. Бүкіл киноиндустрия, яғни Китмарт киноиндустриясымен, өндірісіменен біздің компания келісім шартқа тұрып жұмыс жасап жатыр. Міне 2005 жылдан бері жұмыс жасап жатқан бұл кино өндіріс орны. Бұл жерде Нұрлан Мамакеев деген өзіміздің қырғыз азамат, қырғыздың азаматы, өзі бір сондай дарынды, жап-жас жігіт.
алға қойған болашақтағы мақсаттары өте үлкен. Қазіргі мынау небір кино эффекттерді жасау, болмаса жаңа каскадерларды пайдалану деген сияқты өте көп сондай киноның біз элементтерін түсіне бермейміз ғой. Бірақ былтыр ғана күзде біз Индияға барған кезде Нью-Делиде 5 жылдық үлкен жаңағы 5 жылдық мерейтойы болды ғой компаниямыздың. Сол кезде шығарып актерлары фрагменттерін көрсетті, сахнада секіріп, сондай бір керемет Человек-дракон деген өзіміздің Азияға тән өзіміздің бір геройымыз шығып жатыр екен. Человек-паук деген сияқты өзіміздің Человек-дракон. Осы фильмнен үзінділер көрсетті, өзінің жоспарларымен таныстырды Нұрлан Момакеев. Сондай бір керемет мүмкіндік. Осы кинофильмнен де біз дәл қазір ақша қаржы бөліп және түсірілетін фильмдердің 50% бізге табыс болып келетін болады. Яғни бұл кинолар Индия және Қытай мемлекеттерінде көрсетілетін болады. Ол жақта хакерский фильмдер көрсетілмейді екен. Сондықтан да тек қана осындай заңды лицензиясы бар жақсы фильмдерді міндетті түрде оларда кәдімгі дәстүрлі түрде күніге жұмыстан келгеннен кейін кинотеатрға барып кино көреді екен. Сол үшін де ол жақта біздің киноларымыз үлкен табыстарға әкеледі деген біздің жоспарларымыз бар. Келесі слайдта мінекей Шикарт деген бұл платформа. Бұл платформаны басқарып отырған, бұның негізін қалаушы Серік Төрекеш деген өзіміздің Алматының азаматы, өзіміздің бауырымыз. Яғни бұл Шикарт платформасын біз телефонға жүктейміз да, сөйтіп кез келген кәсіпкерлер жүктесе, олар яғни пассивный доход дейді ғой, кішігірім жаңағы өзінің компанияның табысынан олар табыс көретін болады. Сол сияқты біздің мынау криптоюнитті бүкіл кәсіпкерлер сатып алатын мүмкіндік. Яғни осы Шикарт платформасы арқылы кәсіпкерлердің барлығы Алла қаласа біздің криптоюнитті алатын болады, пайдаланатын болады. Біздің криптоюнитіміз біздің өмірімізге кәдімгі біздің теңге сияқты, болмаса доллар сияқты біздің айналымға кіретін күн алыс емес. Шикарт деген осы сала. Шикартпен де біздің компания 50%-ға келісімшартқа отырған. Тағы да қандай бір керемет көріп отырсыздар, енді қандай әйел әшеке биімді жек көреді. Бәріміз де жақсы көреміз. Әсіресе бриллиант десе, алтын десе. Біздің компаниямыз ешқандай жаңағы алтын болсын, драгоценный металл дейді ғой, құнды металдар, құнды тастар, қандай өндіріс шығарса да, ол заттарды шикізат күйінде сатпаймыз дейді. Андрей Федорович Хавратов айтады, біз шикі күйінде сатпаймыз. Себебі 1 миллионға сатылатын затты біз егер әшеке биім жасап сататын болсақ, өткізетін болсақ, онда ол 6 миллион, 9 миллион табыс әкеледі екен. Сол үшін де бізде барлығы, Алла қаласа, бәріміз керемет мынадай әшеке бұйымдардың иесі болып қалатын шығармыз. Мына компания, мына жоба бұл синтетикалық алмаз өндіретін завод. Яғни біздің қаржымыздың бұл жақада біз қаржыландырып жатырмыз. Бұл завод соғуға, қазір бұл завод Алматыдан соғылатын болады. Алмаз өндіретін завод жаңағы пештері, станоктары тапсырыс беріліп қойды. Қазіргі мынау карантинге байланысты жаңағы шекара жабық болып тұр. Алла қаласа Алматыдан бұл заводымыз соғылады. Сөйтіп синтетикалық алмазды біздің заводта өндіретін болады. Яғни бұл заводтан да біздің компания өзімізге табыс беріп отыратын болады. Әрбір инвестор осы заводтан үлесінен біз табыс көріп отыратын боламыз. Бұл синтетикалық дегенге сіздер ойлап қалмаңыздар, синтетикалық алмаз екен қой, бұл искусственный деп. Жоқ, бұл кәдімгі табиғи алмаз.
яғни табиғатта алмаз жаңағы тұздардан түзілетін болса ғасырлар бойы, оған әрине міндетті түрде шаң, тозаң түсуі мүмкін арасында. Ал мына жерде біз арнайы заводта, арнайы цехта, жаңағы таза жерде жасалатын болады. Аз уақыттың ішінде, бір аптаның ішінде қандай қарат керек, сондай бриллиант, яғни алмаз сіздің қолыңызға жасап өндіретін болады. Сондықтан да бұл искусственный деп айтуға болмайды, синтетикалық деп те айтуға аузымыз бармайды, себебі бұл кәдімгі сапасы жағынан да және мына бұйымның жаңағы барлық қасиеті жағынан да бұл жалтырауы, немесе жаңағы техникада барлық жерде пайдалануға кәдімгі табиғи неден алмаздардан жақсы болмаса, кем түспейтін алмаз. Тағы да бір біздің керемет мына табыс көзіміздің түрі бұл құрылыс. Құрылыс, яғни алдарыңызда көріп отырсыздар, Пермский крайда, яғни мынау Краснодарский крайда және де Пхукетте бұл үлкен қонақ комплекстері, қонақ комплекстері соғылып жатыр. Әрине, бұл жерде жер сатылып алынды, ол жерде құрылыс жүріп жатыр. Ол құрылыстардың, яғни қонақ жайлардың табысынан да біздің алған криптоюнитіміздің санына қарай біз сол қонақ үйлердің табысынан да табыс көріп отыратын боламыз, Алла қаласа. Осындай керемет мүмкіндіктер. Ал енді қазіргі заманымызға сай біздің компаниямыз жуық арада өткенде ғана бір айдың көлемі болып қалды. Ең бір керемет мына 21 ғасырдың технологиясы ол мына блокчейн системасын іске қосып жатыр. Яғни өзіміздің компания өзіміздің блокчейн технологиямыз болады. Криптоюниттерімізді еркін мынау нарықта алмастыруға, жаңағы бір нәрсе сатып алуға пайдаланатын бізде мүмкіндік болайын деп тұр. Блокчейн криптовалюта системасы бұл өте сенімді, яғни ешкім жаңағы алып қоя алмайтын, болмаса біреудің алдай алмайтын, жалпы бірнеше блоктарға байланған, шынжырланған сондай бір система. Бұл системада бәріміздің ақшамыз өте жаңағы қалай айтса болады, нақты сондай бір керемет сенімді түрде тұратын болады. Және де осы криптовалюта, біздің криптоюнитімізді алған инвесторлар, сіздер барлықтеріңіз мынау алдарыңызда көріп отырсыздар, Apple компаниясы, бәріміз iPhone ұстағымыз келеді, және Яндекс компаниясы, Visa, Master, Макдональдс компаниясы, Google компаниясы, Amazon компаниясы, міне осындай алпауы дүниедегі керемет брендтер, ең бай компаниялардың сіздер үлескері боласыздар. Яғни осылардың табысынан да сіздерге табыс түсіп отырады. Көріп отырсыздар, Яндекс компанияны, Google компанияны, бұлар поисковой компаниялар. Сіздер не іздесек те интернетке кіре саламыз да, мысалы осы криптовалютаны сіздер Googleға кіріп, что такое криптоюнит, біздің өнімімізді, что такое криптоюнит деп іздеңіздерші, бәрі Google сіздерге тауып бере салады. Яндекс те сол сияқты поисковой Ресейдің үлкен бір компаниясы. Осылардың бәрінен сіздерге табыс түседі. Visa, естественно, бұл сіздердің жаңағы пластик карталарыңыз банктегі, онсыз сіз ақшаңызды ала алмайсыз. Бұл да өте үлкен алпауыт бай компания. Мынау Макдональдс болса, бұл сеть ресторанов. Біздің жаңағы суши мастерімізде осы Макдональдс сияқты сеть ресторанов болады. Яғни жапон кухнясын
бізге ұсынатын. Ал Amazon компаниясы енді бұл өте керемет компания, бұл әлемдегі ең бірінші рет интернет магазинді нарыққа ұсынған компания. Яғни бүкіл парольдардың, бүкіл жаңағы логин парольдардың хранилищесі деп айтады. Бұл компанияны ең бай компания Американың. Міне осындай компания, осындай брендтердің сіз үлескері бола аласыз. Сондықтан да аз ғана болса да мүмкіндігінше криптоюнит алып қойғандарыңыз жақсы. Так, келесі айтатын әңгімеміз. Менің әңгімем болыпты, енді мен сіздерге мына өзіміздің партнеріміз сұрақтарыңызға соңынан жауап берейік. Өзіміздің партнеріміз өзі сондай сүйкімді, талантты, алдына қойған мақсатына қол жеткізбей қоймайтын Айжан Қонарбаева деген өзіміздің сіңліміз, бауырымыз, яғни мастер профи тренингін тамамдаған және мына МКИ марафонды оқып бітірген Айжан қызға сөз беремін. Рахмет тыңдағандарыңызға. Айжан,